Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат. Алла Тағала сіздер менен хайырлы, сондай бір берекелі отырыстардан болуды Алла Тағала нәсіп еткен болсын. Сіздер менен әз пайғамбар хақ жолы атты кітаптан жүрек дерттеріне байланысты тақырыптарды өтіп отырмыз. Сол бүгінгісі ол асырап мәселесінде болып табылмақ. Құрметті жақсылар, Алла Тағала білесіздер, қасиетті Құранда баяндаған ысырапты сүймейді, ысырапты жақсы көрмейді. Жалпы біздер не нәрседен, қалай дүниеден, уақытымыздан болсын, ішкен жеген асымыздан болсын, қаншалықты мөлшерде өзімізге қолданғанда ол дұрыс болып есептелінеді, қаншалықты мөлшерде жаңағыдай ысырап жасаймыз, осы нәрселерді білгеніміз жөн болып табылады. Өйткені ысырапшылдық бұл жүрек дерттерінің бір дерттері болып табылады екен. Құрметті жамағат, ысыраптың айыпты амал екендігі бәрімізге белгілі. Жалпы Алла Тағала қасиетті Құранда сараңдықты өте айыпты амал екендігі жайында көп жерде баяндаған болса, ысырап жайында да айтылған. Бірақ көп айтылмаған болса да, бірақ біраз жерде келтірілген. Міне сондықтан адам баласы бұл сараңдық, яғни адам баласына берілген дүниеден сараңдық ету, ол табиғи жағдай. Яғни адам баласы қолына уысына түскен дүниесін ол жаңағы уысынан шығарып алмасы үшін сараңдық жасайтындығы белгілі. Өйткені сараңдық адам баласының бойында, табиғатында бар болып табылады. Ал енді бұл жаңағы ысырапшылдық, бұл әлгі Алла Тағаланың берген мал мүлкін, яғни осына түскен мал мүлкін, ол жаңағыдай тән құмарлығына немесе басқа нәрселерге жаңағыдай мөлшерінен тыс жұмсауы, бұл ысырапшылық болып табылады. Ысыраптан тыйылуға шақыратын амалдар «Вәлә тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин», яғни ысырап етпеңдер дейді. Өйткені Алла ысырап етушілерді сүймейді. Екінші аятта жақын туысқа ақысын бер, һәм міскінге де, жолда қалғанға да ақысын бер дейді. Әрі бос ысырап қылма. Расында ысырапшылар шайтандарға ағайын деген екен. Ал шайтан Раббысына шүкірсіз деп Исра сүресінің 26-27 аяттарынан болып табылады. Ал енді кім шайтанға дос болған болса, ол шайтан, яғни кімге шайтанға ағайын болған болса, шайтанның ісіне, шайтанның амалына разы болған болса, оның өзі де шайтан деген екен ғалымдарымыз. Яғни сондықтан бұл адам баласы шайтанға ағайын болудан барынша ұзақ болу керек. Өйткені осы ысырап деген мәселе бұл адам баласын, яғни шайтанға ағайын болуға жол ашатын сондай бір, Алла сақтасын, айыпты істердің бірі болып табылады екен. Алла Тағала ысырапқа бейім адамдардың қолына мал мүлкін ұстата салудан тыйып, оларға ең нашар сипат берген. Яғни Алла дейді, сендерге тіршіліктеріңе өзек еткен мал мүліктеріңді оның қадірін білмейтін ақылсыздарға, ысырапшылдарға бермеңдер дейді. Яғни бұны Алла Тағала Ниса сүресінің 5-ші аятында баяндаған екен. Перғауында, тарихтағы білесіздер, атақты Перғауында осы ысырапшылдықтың салдарынан айыпталған екен. Расында ол сөзсіз шектен шығушылардан болатын дейді. Ал Лут қауымы да осы, яғни ысырапшылдық аясында Алла Тағала қасиетті Құранда баяндайды. Расында сендер құмарлықпенен әйелдердің орнына ерлерге барасыңдар. Жоқ, сендер шектен шыққан қауымсыңдар дейді. Міне сондықтан Әл-Бұхари менен Муслимнің жинағында, сахих риуаяттарында келген пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мал мүлікті бей-берекетсіз шашудан тыйған. Құрметті жамағат, өйткені адам баласына берілген мал мүліктің оның қалай берілгендігі және де оны қайда жұмсағандығы жайында ертең қияметте Алланың алдында ол сұратылатындығы сөзсіз. Міне сондықтан адам баласына берілген мал мүлікті ысырап етпей Алла жолында
оны дұрыс өз орнына жеткізу ол ақылды адамның яғни іс амалы болып табылады. Абу Барзадан радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні адам өмірін қалай өткізгендігі жайында, білімін не үшін пайдаланғандығы, мал мүлкін қайдан тауып оны қайда жұмсағандығы, тәнін не мақсатта пайдаланғандығы туралы сұралмайынша екі аяғы орнынан қозғалмайды деген екен. Міне сондықтан бұл жерде адам баласының өмірі қалай өткізгендігі және де оның малын қайдан тауып және де оны қайда жұмсағандығы жайында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жайында есеп бермейінше ертең қияметте ол адам баласының екі аяғы алға қарай қозғалмайтындығы жайында баяндалып жатыр. Міне сондықтан адам баласына берілген бұл мына дүниедегі мал мүлік, ол адам баласына берілген мал мүлік Алла тағаланың адам баласына берген өте үлкен нығметі. Сол әлгі нығметке біздер шүкіршілігіміз ретінде сараңдықты да және де сол әлгі ысырапшылыққа да жол берместен Алла тағаланың, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам біздерге осы қалай мал мүлікті жұмсау керектігі жайында сол шариғат жолменен ғалымдарымыздың сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның біздерге хадистерін көрсеткеннің аясында не істейтін болсақ, әлгі мал мүлкімізді жұмсайтын болсақ, міне біз әлгі ысырапшылдыққа бой алдырмаған болып табылады екенбіз. Ысыраптың зардабы. Ысыраптың зардабы адам ысыраптың салдарынан шайтанға, перғауынға, Лоттың қауымына күнәда ортақтасып, Алла тағаланың мархабатынан, яғни Алла тағаланың махаббатынан алыстайды екен. Қараңыздаршы, Алла сақтасын, бұл ысыраптың зардабы нендей үлкен. Шайтанға ортақтасасыз, перғауынға дейді, және де Лот қауымына ортақтасып, Алла тағаланың мейірімнен, мархаматынан біздер не істейді екенбіз, ұзақтайды екенбіз. Екінші мәселе ысыраптың харам болуының мәні дейді. Ысырапшылықтың өте айыпты сипат саналуына негізгі себеп Алла тағаланың берген байлығы. Өйткені Алла тағала адам баласына байлықты берді. Сол байлықты бергендігі үшін ол әлгі Алла тағаланың берген байлығы, ол нығмет, ол ақыреттің егіндігі екен. Өйткені ғалымдарымыз айтады, бұл дүние егістік алқабы секілді. Сен нені еккен болсаң, ертең қияметте соның жемісін жейсің дейді. Алла тағаланың яғни берген мал мүлкіменен, дүниесіменен адам баласы ертең қияметте дәрежесінің жоғары болуына, яғни Алла тағала бұл дүниеде оған нені берді, мүмкіндіктерді берді. Өйткені дүниеңіз болса, емін еркін не істейсіз, қажылығыңызға барасыз. Дүниеңіз болса, сіз зекет бересіз. Дүниеңіз болса, сіз жаңағыдай не істейсіз, садақа бересіз. Дүниеңіз болса, жоқ жетекке, сондай-ақ жаңағыдай жолда қалғандарға, сондай жаңағы мұқтаж болған жандарға не істейсіз, емін еркін Алла тағаланың берген несібесінен оларға жәрдем беру арқылы өзіңіз мол сауапқа кенелесіз. Міне, бұл Алла тағаланың несі адам баласына берген өте үлкен бір нығметі. Сондай-ақ, егер дүние мүлкіңіз болса, мысалға, жүретін жұмысыңыз жүріп, қаражатыңыз жеткілікті болса, дұрыс үйде өмір сүресіз, мысалға. Дұрыс киім киесіз, дұрыс ішіп жейсіз, ауырып қалған болсаңыз, дұрыс ем аласыз, емделесіз. Адам баласының осы әлгі денсаулығына да, яғни дұрыс қарап, әлгі денсаулығының жақсы болуына да бұл мал мүліктің, дүниенің, яғни тигізетін орасан несі, рөлі үлкен екен, құрметті жамағат. Өйткені емделіп, денсаулығыңыз мықты болса, сіз не істейсіз? Құдай тағалаға дұрыс құлшылық жасайсыз. Мысалға, денсаулығы бар адам Құдай тағалаға емін еркін бір сондай бір көңілді күйде құлшылығын жасайды. Ал енді жаңағыдай бір Алла сақтасын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңа кедейліктен сақта жайында хадистері бар. Егер ол адам баласы сондай бір, егер иманы күшті болмаса, кедейліктің соңынан неге кетуі мүмкін?
күпірлікке де кетіп қалу ықтималдылығы бар, Алла сақтасын. Міне сондықтан адам баласының негізгі сол ысырапшылдыққа, харамға алып баратын негізгі себептерінің бірі бұл мал мүліктің көптігі болып табылады екен. Өйткені малы бар адам не істейді? Жаңағыдай нәпсінің қалауына еріп, нәпсінің жетегіменен харам жолға да түсіп кетуі өте ықтималдылығы өте жақын болып табылады. Өйткені неге? Мал мүлкі көп адамның, яғни Алла тағаланың шеңберінің аясында, шариғаттың талаптарының аясында жүретін мал мүлкі көп адамдар өте аз, сирек кездеседі. Өйткені басқа жаңағы мал мүлкі көп адамдардың көпшілігінің жаңағыдай бір бос нәрсеге, Алла сақтасын, сондай бір жаңағы ойын, сауық, казиноларға, өңкей сондай жерлерде жүретіндер сол дүниесі көптер болып табылады. Міне жалпы адам баласына берілген дүниенің біздің ғалымдарымыздың түсіндіруі бойынша қандай да бір егер адам баласына байлық берілген болса, ол Алла тағаланың разылығы үшін сол шариғаттың шеңберінде жүріп, сол дүниесін тауып адалдан, сол дүниесін яғни жаңағыдай ысырап етпей шариғаттың шеңберінде ол жұмсайтын болса, ол мақталған дүниелерден болып табылады екен. Мақталған дүниелерден болып табылады екен. Ал енді сол нәрсені қалай болса солай тауып, немесе адалдан тауып арамға жұмсаса, Алла сақтасын, ол не болып табылады? Лағнеттелген дүниелерден болып табылады. Мысалға, бір адам адалдан табуы мүмкін, арамға жұмсауы мүмкін. Біреу арамнан тауып адалға жұмсауы мүмкін, мысалға да. Біреу арамнан тауып таза арамға жұмсауы мүмкін. Міне бұл нәрселер егер қандай да бір дүние табылған жерде Алла тағала және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұмытылған болса, шариғаттың шеңбері ұмытылған болса, міне осы нәрсе лағнеттелген дүние болып табылады екен. Өйткені ол дүниені не үшін? Сол әлгі өзінің істеген дүниесі, тапқан дүниесіменен, істеген күнәсіменен не істеп жатыр? Тозақты, Алла сақтасын, өзіне сатып алып жатыр. Ал егер Алланың берген нығметіменен жақсы дұрыс жолға қолданатын болса, оның сыйын ертең қияметте Алланың алдында алатындығы сөзсіз. Әбу Кәбша әл-Ансари радиаллаху анхудан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Алла байлықпенен білімді нәсіп етіп, байлығын Раббысынан қорқып тақуалықпенен пайдаланған, туысымен қатынасып байлығындағы Алла тағаланың ақысын ескертіп, оны ұмытпаған. Яғни, міне сол пендені дейді үлкен дәрежеге ие болды деген екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Бірінші не деп жатыр? Алла байлықпенен білімді нәсіп етіп дейді. Байлығын тақуалық қылып, Алла жолында сол әлгі Алланың разы болатын жерлеріне не істеген? Үлестірген. Сондай-ақ дейді, туысқанымен қарым-қатынасты жақсартып дейді. Мысалға дүниең болса, ағайын тумаң, өзіңнің айналаңдағы ағайын тумаңа жәрдем берсең, сен не істеп тұрады? Әрдайым жақсы көріп тұрады. Және де оның арасында, жақсы көріп тұрғанның арасында не болады? Бір-біріне деген, яғни туысқандық қарым-қатынастың арасында жақсы байланыс болады. Міне жақсы байланыс. Міне бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті хадистерінде осы, яғни мақталған сипаттардың бірі. Туысқандық қарым-қатынас. Ал енді Ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі адамға ғана қызығып қарауға болады деген екен. Бірі мал мүлік беріп, оған мал мүлкін Алла жолында істеген адам, жұмсаған адам. Екіншісі даналық беріп дейді. Әлгі сол даналығыменен дауларды өте әдемі, ұтымды шешіп, даналық танытқан адам дейді. Мына адам баласы екі түрлі адамға қызығып қарауға болады екен. Біріншісі ол байлық. Ол байлықты Алланың жолында, Алла тағаланың шариғатының шеңберінде сол жаңағы адалынан тауып, адалынан өзінің дүние ақиреті үшін бақытына кенелетін етіп жұмсаған. Өйткені Алла тағала қасиетті Құранды адам баласын мына дүниеде де және де ақиретте де бақытты болу үшін осы қасиетті ислам дінін берген. Сондықтан мына дүниеде Құдай тағаланың біздерге берген рызық несібесін
не істейміз? Осы дүниеде біздер өзімізге жақсы бақытты өмір сүруіміз үшін не істейміз? Қолданамыз. Сол әлгі дұрыс бақытты өмір сүру үшін қолданғаныңыз ертеңгі қияметке ол не болып барып тұрады екен? Азық болып барып тұрады екен. Міне сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сендердің жақсыларың дүние деп ақыретті, ақырет деп дүниені ұмытып қойғандарың емес дейді. Бәлкім екі дүниені тең ұстағандарың деген екен. Екі дүниені тең ұстағандарың. Екі дүниенің ол не? Осы дүниедегі де несібеңізді ұмытпай, ақыреттегі де несібеңізді ұмытпай, құрметті жақсылар, міне екі дүние үшін біздер бақытты өмір сүруге әрекет жасауымыз, міне бұл біздерге берген Алланың үлкен бір нығмет екен. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Амр ибн ал-Ас баяндайды бұл хадисті. Ізгі адамның игілікке жұмсаған байлығы қандай жақсы байлық деп айтқан екен. Яғни Амр ибн ал-Асқа ізгілікке жұмсаған байлық қандай жақсы байлық деп. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас радиаллаху анхуға дұға тілеп, дұғасының соңында ва Алла оның мал мүлкін бала шағасын көбейтіп оған бергеніңді ол үшін берекелі ет деп дұға жасаған екен. Яғни не нәрседе қандай да бір не берілген болса, бір нығмет берілген болса, осы нығметтің яғни берекесі ол Алла тағаланың берген үлкен бір сізге берген нығметі. Ұстаздарымыз айтады, жалпы береке деген нәрсе бұл Алла тағаланың жасырын әскері дейді. Өйткені адам баласына Алла тағала денсаулығына береке берген болса, Алла тағала оның денсаулығын мықты қылып қояды дейді. Яғни денсаулығын мықты күшті қылып қояды дейді. Алла тағала біреудің бала шағасына береке берген болса, Алла тағала оның бала шағасын еш қиындықсыз көбейтіп қояды дейді. Ал енді Алла тағала қандай да бір пендесіне мал мүлік берген болса, Алла тағала оның мал мүлкін еш қиындықсыз көбейтіп қояды дейді. Міне сондықтан бұл береке деген нәрсе Алланың жасырын әскері екен. Міне сондықтан құрметті жақсылар, Кааб ибн Малик радиаллаху анхудан жеткен хадисте барлық дүниесін садақаға бергісі келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған айтқан екен: мал мүлкіңнің жартысын өзіңде қалдыр, сол сен үшін хайырлы. Яғни ғалымдарымыз айтады, егер дейді сізге берілген мал мүліктің барлығын садақа етіп беріп жіберу, ол да дұрыс емес дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасиетті хадисін келтіріп жатыр, яғни дәлелге адам баласы бірінші өзіне жететін дүниені жинау керек. Өзінде жетіп, өзінен артылып жатқан болса, сол кезде садақа жасап шығарса болады екен. Сол кезде садақа жасап шығарса болады екен. Ал енді өзіне жетіп тұрып, бірақ сол жетіп тұрған мал мүлкін де барлық бүкіл мал мүлкін садақа қылып жіберетін болса, ол дұрыс емес дейді. Өйткені ертең өзі не болып қалуы мүмкін? Қайыршы болып қалуы мүмкін. Өзің қайыршы болып өмір сүргеннен көрі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, үстіңгі қол астыңғы қолдан хайырлы дейді. Үстіңгі қол астыңғы қолдан хайырлы. Міне сондықтан адам біреуге алақан жайып өмір сүргеннен көрі өзі, яғни ешкімге алақан жаймай, өз күнін өзі көргені ол әлде қайда хайырлы екен. Ал енді өзінен сол көрген күнінен оның дүниесі артылып жатқан болса, ол неге берсе, садақаға берсе, ол тіптен керемет дүние болып табылады екен. Ал енді Алла тағаланың байлықтың хайырлы тұсын атап, өзінің сүйікті пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллямға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, әрі Алла сені, уа Мұхаммед, кедей күйінде тауып байтпады ма деп айтқан екен. Сені, яғни ғалымдарымыз айтады, кедей күйінде тауып сені байтпады ма дегені, Хадиша анамыз радиаллаху анхаға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйленді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйленген кезде Хадиша анамыз сол Меккенің өте үлкен саудагерлерінің бірі болып табылатын еді. Міне осы нәрсеге, яғни жорамал жасаған екен ғалымдарымыз. Суфиян ас-Саури айтады, мына заманда байлық қаруменен тең деген екен. Мына заманда байлық қаруменен тең. Байлығың болса көпшілік жасайтын ізгі салиқалы амалдарың, немесе сенің жаңағыдай жақсы
қоршаған ортаңа болсын, ағайын туысыңа болсын, дос жараныңа болсын, егер дүниең болса, сен соларға пайда түсірсең, пайда келтірсең, мысалға соларға бір көмегің тисе, немесе жаңағыдай мемлекетіңе бір пайдаң тиіп жатса, бұл өте үлкен не болып табылады. Пайғамбарымыздың сондай бір мақтаған сипаттарының бірі болып табылады. Өйткені сендердің ең жақсыларың дейді, яғни қоғамға пайдалы болғандарың деген екен. Сағд ибн Мұсайиб дейді, мал мүлік тауып еңбектенбеген адамнан қайыр жоқ дейді. Ол байлықпен қарызын өтемей ме, ар намысын қорғауға пайдаланбай ма, ал егер дүниеден өтсе, артынан қалған ұрпаққа мирас етіп қалдырмай ма деген екен. Міне сондықтан мал мүлік таппаған адамнан қайыр жоқ дейді. Біздің Абай атамыз айтады, тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас дейді. Еңбек етпес, еріншек адам болмас деген осындай бір несі бар, керемет бір сондай бір өлең шумағы бар. Міне сондықтан еңбек етпес еріншекті де не істеп жатыр? Оны Алла сақтасын, адам болмайтын төменгі дәрежеге түсіріп жатыр. Ибн әл-Жаузи рахимахумулла ғұламалардың бір ауыздан айтқан пікірі бойынша ниеті түзу адам мал мүлікті жинамай жүргеннен көрі байлық жинағаны абзал деген екен. Мал мүлікті жинамағаннан көрі байлық жинағаны абзал. Сондықтан құрметті жамағат, иншалла Алла тағала осы естіп білгендерімізді көкейімізге жазып, бар Алла тағаланың біздерге берген нығметі, байлығымызды сараңдықта қылмастан, оған ысырапта қылмастан, Алла тағаланың иншалла берген нығметін өзінің орнында жұмсайтын ақылды пенделерден болуды Алла тағала нәсіп еткен болсын. Уахири дауана ва алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика рахман рахмин. Амин Аллах.